Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге осындай ерекше әдіспен өте жұмсақ әрі дәмді нығыз болып шығатын нанның рецебімен бөлісемін. Тандырда піскен нанның дәміндей болып өте ерекше дәмді болып шығады. Ең алдымен терең ыдысқа 400 грамм су құйып, оның үстіне 1 шай қасық ашытқыш және 1 ас қасық қант және де жарты шай қасық тұз салып, барлық заттар ерігенше араластырамыз. Заттар толық ерігеннен кейін оның үстіне 50 грамм сұйық май қосып және де алдын ала илеуіштен өткен ұнды шетінен аз-аздан салып тағы да араластырамыз. Достар, менің каналымда дәл осындай қарапайым заттармен жасалған өте жеңіл рецептер бар. Масса қоюланғанша араластырып, қоюланғаннан кейін қолымызбен жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Қолға жабыса берсе, міндетті түрде 1 ас қасықтай сұйық май қосып, оны ары қарай илейміз. Бетін жауып жылы жерге 40 минутқа көтерілуге қоямыз. Дәл осындай жұмсақ, өте воздушный болып көтеріліп шығады. 40 минуттан кейін ашып дайын болған қамырды екіге бөліп, нанның формасына келтіріп, дөңгелектеп аламыз. Қамыр өте жұмсақ болғандықтан оқтаумен жаймай, қолыммен осылай етіп лепешканың формасына келтіріп алдым. Күнделікті бір наннан жалықсаңыз, міндетті түрде осылай етіп ерекше қайнаған суда пісіріп көріңіз. Алдын ала қайнап тұрған суда дайын болған лепешкаларды алып, 1-2 минуттай қайнатып аламыз. Нанды сүзіп алатын сүзгішіңіз міндетті түрде лепешканың көлемінен үлкендеу болуы қажет. 2 минуттай қайнатқаннан кейін дайын болған нанды алып, духовкаға салып, қызып тұрған пеште 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Өте дәмді, сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ осындай нанымыз дайын.